Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мақпал. Бүгін осындай керемет асқабақтан үлпілдек бауырсақ әзірлейтін боламыз. Мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма жазылып лайк басып кетіңіз, және де міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Ол үшін ең алдымен асқабақты қайнатып аламыз, және де асқабақтан шыққан көбікті алып тастаймыз. Асқабағымызды миксермен немесе вилканың көмегімен есеңіздер болады. Тұз, шекерді салып, осы ыстық күйінде салқын су құйып араластырып алатын боламыз. Жақсылап пюре қылып езіп аламыз. Міне пюреміз осылай шықты. Келесі құрғақ ыдысымызға ұнымызды және де дрожжымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін біздің пюремізді салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Келесі кезекте сұйық майымызды құйып, жақсылап бастырып илеп қоятын боламыз. Менде кішкене ұным тұрып қалған екен, сол себепті менде кішкене дұрыс шықпай қалды. Сіздерде міндетті түрде дұрыс шығуы керек, егер де жаңа ұн болса. Міне, енді бұны жарты сағат немесе 1 сағатқа жылы жерде қалдырып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің тестамыз жақсылап көтерілді. Келесі кезекте мен дастарханға жабысып қалмас үшін мен астын майлап аламын. Себебі мен қолмен жаятын боламын, оқтауды қолданбаймын. Сізге де оқтауды қолданбағанға кеңес беремін. Қолмен өте тез жайылады. Арасы 1 сантиметр болды менде. Өзіңізге ыңғайлы формада кесесіз. Бұл жерде ескеретін нәрсе, майымызды алғашқы қыздырғаннан бастап соңына дейін ең баяу отта қоямыз, және де бауырсағымыздың бірінші бір бетін пісіріп қызартып алып, келесі екінші бетін қызартатын боламыз. Бұл әдісті барлық бауырсаққа қолдансаңыздар, осылай керемет пышный үлпілдек болып шығатын болады. Бауырсағымыз дайын, ас болсын. Менімен бірге болғаныңызға рахмет.